Аңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай дәмді болып шығатын бауырдан пирог жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Ең алдымен бауырды жақсылап жуып алып, керек емес жерлерін кесіп алып тастап, пленкасынан ажыратып кесетін боламыз. Және енді ет тартқыштың көмегімен немесе блендермен жақсылап езіп аламыз. Мен блендердің көмегімен езіп алдым. Блендердің көмегімен жасағанда үстіне сүт қойып езіп алу керек. Құрғақтай болмайды екен. Осылайынан жақсылап езіп алдым. Және барлығын ыдысқа құйып дайындайтын боламын. Қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, керекті заттардың барлығын салып, жақсылап араластырамын. Керекті заттардың төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Жұмыртқаны араластырып болған соң, татымына қарай тұз, бұрышын, сұйық майын құйып, қызып тұрған тапада құймақ сияқты пісіретін боламыз. Жасалу жолы өте оңай және өте пайдалы. Бауырды жемейтін балдарға осылай жасап берсеңіз, жақсы жейтін болады. Соңында ұнды қосып, түйіршік қалмайтындай майдалап, жақсылап түйіршік қалмайтындай венчиктің көмегімен араластырамыз. Осылайынан қасықтың көмегімен мен араластырдым. Осылайынан қыздырып алып тапан. Осылай екі шетін қызартып пісіреміз. Енді арасына кез келген салма жасауға болады. Мен азғантай қаймақпен, негіз майонезбен де жасау болады. Мен қаймақпен сарымсақты қосып жақсылап араластырып жасадым, балалар жейтіндей қылып. Осылайынан арасына жағамыз. Одан кейін арасына аскөкті сеуіп әсемдеуге болады. Және де дәмін жақсы келтіреді. Сонымен қатар менің каналымның дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Видео ұнаса, комментарий жазып, лайк басып қалдырыңыздар. Менің каналымда басқа да түрлі рецепттер бар. Сол рецепттермен жасап көрсеңіздер болады. Осылайынан бәрін жинап алдық. Жасалу жолы өте оңай. Барлықтарыңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.